Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сізбен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз нөмірі 152-ші сабағымызды бастаймыз. Жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Қоғамдық орындардағы демалу мәдениеті. Сен жанама түрде тұжырымдалған есептерді талдайсың және шығарасың. Бірінші есеп: берілген деректерді пайдаланып есептер құрастыр. Мысалы, саябақта 45 бала. Бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық. Саябақта барлығы қанша адам серуендеп жүр? Бала 45, бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық, және барлығын тауымыз керек. Бұл есе артық десе бөлеміз, 45-ті 3-ке бөлгенде 15 болады. Олай болса 15 ересек адам бар. Енді барлығын тауымыз керек. 45 бала, 15 ересек, барлығын қосқанда 60 шығады. Жауабы: саябақта барлығы 60 адам демалып жүр. Келесі: Самат велосипедпен 25 минут жүрді. Бұл жаяу жүргеннен 5 есе кем. Самат неше минут жаяу жүрді? Велосипедпен 25 минут. Бұл жаяу жүргенге қарағанда 5 есе кем. Енді біздер бұл есе кем десе көбейтеміз. 25-ті 5-ке өткенде 25 шығады. Жауабы: Самат 125 минут жаяу жүрді. Екінші есеп: есептерді шығар. А нұсқасы: орталық музейге түске дейін 205 бала келді. Бұл түстен кейін келген балалардан 68-ге артық. Музейге барлығы неше бала келді? Түске дейін 205 бала, бұл түстен кейін келген балаларға қарағанда 68-ге артық дейді, және барлығын тауымыз керек. Бұл артық десе азайтамыз, 205-тен 68 азайтқан кезде 137 шығады. Енді біздер барлығын тауымыз керек. 205-ке 137-ні қосамыз, 342 шығады. Жауабы: музейге барлығы 342 бала келді. А нұсқасы: ұлттық кітапхананың өнер бөлімінде бір күнде 160 оқырман болды. Бұл мультимедиа бөлімінде болған оқырмандардан 4 есе артық. Ал мультимедиа және өнер бөлімінде қанша болса, Қазақстан кітаптары бөлімінде сонша оқырман болды. Қазақстан кітаптары бөліміне қанша оқырман келді? Өнер бөлімінде 160, бұл мультимедиаға қарағанда 4 есе артық, барлығын тауымыз керек. Және Қазақстан кітаптарында қанша екені белгісіз, бірақ ол сонша дейді, екеуін қосқанда. Бұл есе артық десе бөлеміз, 160-ті 4-ке бөлеміз, 40 шығады. Енді біздер барлығын тауымыз керек. 160-қа 40 қосқанда 200 болады. Жауабы: Қазақстан кітаптары бөліміне 200 оқырман келді. Үшінші есеп: сызбалар бойынша есептер құрастырып оларды шығар. Мысалы, бірінші сөреде 250 кітап, екінші сөреде 200 кітап, бір-бірін салыстырып қанша артық екенін тауымыз керек. Олай болса, 250-ден 200 айтқан кезде 50 шығады. Жауабы: бірінші сөреде екінші сөреге қарағанда 50 кітап артық. А нұсқасы: мысалы, бірінші сөреде 145 кітап, екінші сөреде белгісіз, бірақ 3 есе артық дейміз. Барлығын тауымыз керек. 145-ті 3-ке көбейткенде 435 болады. 145-ке 435 қосқан кезде 580 шығады. Жауабы: екі сөреде барлығы 580 кітап бар. Төртінші есеп: оқы. Есепті шығарғанға дейін жауабындағы сан 300-ден артық болады деп болжауға бола ма? Есепті шығар. Театрдың жанына 150 қайын көшеті, ал терек көшеті одан 2 есе артық отырғызылды. Барлығы неше көшеті отырғызылды? Қайын көшеті 150, терек көшеті белгісіз, бірақ оған қарағанда 2 есе артық. Барлығын тауымыз керек. 150-ді 2-ге көбейтеміз, 300 болады. 150-ге 300 қосқанда 450 болады. Жауабы: барлығы 450 көшет отырғызылды. Бесінші есеп: А нұсқасы: кесте бойынша Әлияның отбасы мүшелері бос уақыттарында немен айланысқанды ұнататынын анықта. Пиктограмма бойынша сұрақтар құрастыр. Оны топ мүшелеріне қой. Мысалы, қараңыздар, Әлияның әкесі кинотеатрға баруды ұната ма? Қараңыздар, әкесі ол баруды ұнатады. Иә деп жауап береміз. Келесі: Әлияның анасы футбол ойынын көруге стадионға баруды ұната ма? Қараңыздар, анасы неке бармайды, көрдіңіз бе? Жоқ деп жауап береміз. Одан кейін, Әлияның атасы саябаққа баруды ұната ма? Атасы неке саябаққа баруды ұнатады мінекей. Соңғы жағында көрсетілген. Иә деп жауап береміз. Осылай өзіміз сұрақтар қойып, оған жауап беруіміз керек. Келесі А нұсқасы. Былай дейді: өз отбасының мүшелерінің қандай мәдени орындарға барғанды ұнататыны туралы пиктограмма құрастыр. Мысалы деген, анасы, әкесі, мысалы, қарындасы және өзі де, мысалы, бала деп алатын болсақ. Мысалы деген, анасы кітапханаға баруды ұнатады. Анасы, қарындасы және өзі кітапханаға баруды ұнатады. Мысалы, орталық саябақ дейді. Саябаққа баруды мамасы ұнатады, анасы, қарындасы, бірақ өзі ұнатпайды, әкесі ұнатады. Мысалы деген, келесі: музейге баруды әкесі ұнатады және өзі ұнатады. Циркке баруды қарындасы ұнатады және өзі ұнатады. Одан кейін көрмеге баруды анасы және әкесі ұнатады.
Және бізде сырғанауға баруға барлығы ұнатады екен. Анасы, әкесі, қарындасы және өзі. 6-шы есеп. Заңдылықты анықта және екі жағына екі цифрдан жазып, қатарды толықтыр. Мысалы қараңыздар, бізде 5, 7, 9 дейді. Бұл жерде қандай заңдылық бар? Қарап отырсақ, бұл жерде екі саны қосылып тұр. Соны бізде дәлелдейік. 7-тен 5 алғанда 2 болады, 9-дан 7 алғанда 2 болады. Енді біздер одан бұрынғы сандар табу үшін 2-ні азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтқанда 3 болады, 3-тен 2 азайтқанда 1 шығады. Мінекей, 1, 3 деген сандарды алдына жазып қойдық. 5, 7, 9 онсыз да бар бізде. Енді 5, 7, 9-дан кейін қандай сандар тұр екенін табу керек. Ол үшін оған 2-ні қосамыз. 9-ға 2 қосқанда 11, мінекей. 11-ге 2 қосқанда 13 болады. Нұсқасы 5, 6, 9, 10 дейді. Бұл жерде қандай заңдылық бар екен? Қараңыздар, 6-тан 5 азайтамыз, 1 шығады. 9-дан 6 азайтамыз, 3 шығады. 10-дан 9 алғанда 1 шығады. Мінекей, 1, 3, 1. 1 қосылады, 3 қосылады, 1 қосылады. Көрдіңіз бе? Осылай алмасып тұрады. Енді біздер одан бұрынғы сандар табайық. 5-тен 3 азайтамыз, 2 болады, 2 деп жазып қоямыз. Одан енді 1 азайтуымыз керек, 2-ден 1 алғанда 1 шығады. Мінекей, 1, 2, 5, 6, 9 деген сияқты 10 жерде. Келесі, 10-нан кейін қандай сандар тұру керек? 10-ға 3 қосамыз, 13. 13-ке 1 қосқанда 14 болады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.